армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Нәзира Сұлтанмұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін Абайдың 44-ші және 45-ші қара сөздерін оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Һәм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Һәм сол талаптардың қайсысының соңына түссе де, бірінен бір өнерлі тұрлаулылық келеді. Уәләкин адам баласы я талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әрнешік орынсыз ба орынды ма бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіммен серіктес, сырлас, осылар бәрекелді дер дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп, сол талапта болады. Біреулер мал қуып жатыр. Сараңдықпенен, арамдықпенен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын. Малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай, ит те болса, малдыны сөге алмайды деп, бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқынына қарағанда. Бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда қазақ түгілі көңіл жиіркенетұғын іс. Осыған орай біреу ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке атанамын, біреулер білгіш, қу, сұм атанамын деп сол қарекетте жүр. Әрқайсысы қазаққа яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі бұлдамақта болып, басына осының бір сыпыра елеу азық болар деген талаппенен қалып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайды дағы, мұнан алып келіп берсе, қымбат алғанда екен. Осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың өз бетінен оқып іздеген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзімен іздеген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер. Көкіректі тым тазалаймын деме. Оны кім көріп жатыр? Ішінде қатпар көп болмаса, құт береке жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап қайдан оқып, біліп ұмтылған талап екенін білерсің. 45-ші сөзі. Құдай тәбәрәкка уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі, неше жүз жылдан бері әркім әртүрлі қылып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уахам неше мың түрлі діннің бәрі де ғадалат, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратпақ көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғадалетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғадалат, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат пен сезім бар. Бұл ғадалат, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым. Сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп.